Саламатсыз ба апай? Біздің жағдайда көліктің нөмірін тану жүйесі. Бұл жерде біз Flask сервер арқылы файлдармен қабылдау және жұмыс жасау, результатты көрсету, OpenCV арқылы компьютерный зрение пайдаланамыз. Одан кейін EasyOCR арқылы біз жаңағы текст, точнее номерді танитын боламыз. Ендеше мен запускать етіп отырмын қазір. Мына жерден бізге HTML кейпінде сілтеме беретін болады. Ол сілтеме арқылы кірдім. Міне біз арнайы таңдалған суретті тану батырмасын басқан кезде бізге осылай выделить етіп беретін болады. Және камерамен де жұмыс жасай алатын, точнее видео және фото форматтары да анықтай алады. Камера бөлімі басқан кезде астынан шығатын болады. Бұл жерде енді мен анықтау, фото көрсетуім керек. Жалпы осылай болады. EasyOCR жүйесі анықтау үшін қолданылып отыр. Мен жағдайымда код дамытылған жоқ, бірақ нақты жұмыс жасап тұр. Отчетін жасап бізге салып беретін боламын. Сәттілік.